Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жаппасай тамағын жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырын жасап қоямыз. Бұл жерде бізге жұмыртқаның үстіне суымызды құйып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды біртіндеп салып отырып, қолымызға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды әдемілеп жақсылап 4-5 минут бойы иі қанғанша илейтін боламыз. Одан кейін қызып тұрған майымыздың үстіне ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап қуырып алып, су құямыз. Суы тартылып, қуырылып болғаннан кейін үстіне жуамыз бен сарымсағымызды салып, жуамыз шамалы жібігенше қуыратын боламыз. Одан кейін сәбізімізді саламыз. Қалауларыңыз бойынша қызанақ, сосын тәтті бұрыш салсаңыздар болады. Одан кейін ұсақтап туралған картопымызды салатын боламыз. Видеода көргендеріңізде барлығын ұсақтап турайтын боламыз. Одан кейін томатымызды қалауларыңыз бойынша өздеріңіздің дәмдеуіштеріңізді салып, сәл қуырып, одан кейін үстіне суымызды құямыз. Суымыз, яғни подливамыздың үстінен қатты аспау керек. Одан кейін алып қамырымызды жаятын боламыз. Жұп-жұқа қылып, мантының қамыры ұқсатып жайып аламыз. Одан кейін үстіне шемішкі майымызды барлық жеріне жеткенше жағып шығамыз да, керек бөлшегімізге кесіп аламыз. Қамырымыз жұп-жұқа болады. Мінекей осы видеода көріп тұрғандай осындай кішкене бөлшектерге бөлеміз. Одан кейін қазанымыздың жаңа суы қайнап қалғанда бетіне осылайынан қамырымызды жайып шығатын боламыз. Май бетін осылайынан қазанға қаратамыз да құрғақ бетінің үстіне май беттерін салып отырамыз. Яғни май жағылған бетін. Осылайынан бетін жауып 20-25 минут бойы бұқтырасыздар. Одан кейін қамырымыз піскеннен кейін осылайынан алып, әдемілеп өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қойсаңыздар болады. Біздің тамағымыз өте дәмді болып дайын болды. Бетін ас көктермен сәндесеңіздер болады. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Баршаңызға ас болсын.